Қайырлы күн баршаларыңызға, мен Ардама, қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сырники дайындайтын боламыз. Мен көптеген рецепттермен дайындап көргенмін. Бұл жолы өте дәмді болып шықты. Себебі бұл оригинал рецепт, яғни ешқандай сырникіңіз бөлініп қалмайды, және де арасы жақсы піседі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Сырникінің құрамында көптеген бөлігі творогтан тұратын болғандықтан аса мән беруіміз керек. Бұл жерде рассыпчатый, яғни құрғақ болу керек. Ешқандай су болмауы керек. Сулы болған жағдайда марліге салып, суынан ажыратып аламыз. Және де қантты, жұмыртқаны, манканы салып, қасықтың көмегімен осылай араластырамыз. Қоспамызды блендермен езіп алғанымыз дұрысырақ болады, себебі сырникалар бірігуіне аса ықпалын тигізеді. Майға қуырған кезде бөлініп кетпейді, сондықтан барынша блендердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс болады. Видеода түсінікті деп ойлаймын. Осылай ұнды сеуіп, сырникалардың формаларын жасайтын боламыз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Мен қалыңдау болған ұнайды. Егер сіз арасы піспей қалуы мүмкін, жұқа болсын десеңіз, оны аздап, яғни 10-12 шақты қылып бөлуге болады. Біздің сырникаларымыз әдемі теп-тегіс болу үшін осындай формаларды немесе стақанды қолдансаңыз болады. Осылай істесеңіз, сырникалардың теп-тегіс әп-әдемі болып шығады. Қараңыздаршы, менікі қалында болып шықты. Сыртқы көрінісі өте әдемі. Және де бұл сырникаларды мұздатқышқа салып қатырып қойсаңыз да болады. Яғни керек кезде таңғы асқа майға қуырып ала саласыз. Сол кезде сіздің уақытыңыз үнемделеді. Меніке қызып тұрған табаға, яғни сары майды салдым. Көп салған ұнатпаймын, яғни майлы болып кетпес үшін осылай 2 ас қасықтай салдым. Және де оттың асты орташа жылдамдықта болады. Сырникаларымызды майымыз қызған соң осылай салып, қақпағын жауып, яғни төменгі отта қоямыз. Қатты төменгі емес, орташа мен төменгінің ортасына. Қақпағын жауып 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Яғни кері айналдырып, қып-қызыл болғанша төменгі жылдамдықта болған дұрысырақ. Себебі қатты жылдамдықта болса сырты піседі, іші піспей қалуы мүмкін. Мінеке осылай қып-қызыл болып пісуі керек. Өте дәмді және де әп-әдемі сырникаларымыз дайын болды. Арасы өте жақсы піскен. Жидектермен, сгущенкалармен және де вареньемен жесеңіз де өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындаңыздар. Сіздермен бірге болған Әсемай көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.